Республикадагы Национальная библиотека пандемия тузонда тогызын электронный ондайларжа өткөн апарган. Үз августтан сыгара библиотека заркелерге шарыдыгы берилген. Шысагым толдыры көзүне ол кіргілік, хайзыла бөліктер асылпырганар. Андарда азныда пазлығынны кізлеріні коместен киршелер. Оларның хайына аймах козiдiглер сыгарылпырганар. Оларның пірсі хакас тілінің шылына шарыдылып тимнелген. Анды саблы хакас чоннанларның аттарын, оларның талама тогыстарын көрерге шарер. Оларның пірсі Республикадагы арылышызы ученый тюрколог Дмитрий Чонков пүл 10 марта 95 жазын толдырыршық. Республикадагы Национальная библиотека хакас тілінің шылына шарытып өнітін көздік деп напсалған. Мында хакас тілінің телезіне улы хозым еткен 6 ученыйның ады басылпырған. Оларның хайзы да пүл тоғылақ байрамын танық держік. Олсанды Дарья Федоровна Потачакова. Ол шибіргі апрельді 1900 шибіргі шылды шоқ шыл алды түрен. Филология наукаларының кандидаты, хакас тілі учебниктерінің авторы. Шен ең арлық аны тоғызы орфография сөстігі, аны пүн хатып сыгарып зырға күстініс еділші. Хакас сөстерінің пөдізін істізіп диалекторны көрген тіл тархынын чоласқан филология наукаларына пастағы докторы Михаил Баргаяков. Саблық ученый, тюрколог, СССРның тюркологтар біргіздің арылышызы писмайды 1930 жылда түрен. Хакас тілінің олимпиада шөріміне аның ады перілген. Шена шоғынжық біліс Марина Пүлгі шеңісшілерін сайықтер ондай пербен. Михаил Ивановичтің хады қонғына филолог востоковед Валентина Майнагашеваның өдөк пүл пайрамнық жылы. 15 сентябрьде аға 90 частолар. Ол шуртызы тозы хакне ялиде істінген хакас фольклорын алыптығыны мұқтырны шеп айғасқан. Наукадағы пөз кішедігілері үшін хасна сайықтарына көп хате тұрысқан. Көздіге сығарылған сапылық ученалар арызынды олы пөн изаны хазық. Национальная библиотекада пасхада көздігілер бар. Оларның бірсі президенттің шарадена пастағы Петр ханға шарыдылып темнелген. 2001 жылды аның 350 жазы танықтылар. Хазнады керілген алызығылардың аркентелеріні өнетін чип, тасқықтырды алынжа тұрқсылғанар. Оларны тұтқылерға шарыдылбенші. Аның сонын книганы пандемия тузынды пис күнге, карантинге ызыбызарға керектелші. Наталья Табакова, Евгений Чаптыков, хабарларға.